сабағын өтпес бұрын 6 сыныптың тақырыптарына қайталау жүргізетін боламыз. Тақтада көріп тұрғандарыңыздай 6 сыныптағы амалдарды орындау есебі. Бұл жерде амал ондық бөлшек, жай бөлшегі аралас кеп тұрған кезде орындайтын есеп. Алдымен әрине бұл есепте орындау үшін бірінші жақшаның ішін орындап алу керек. Қандай да есеп болса, оның жақшаның ішін бірінші орындаймыз. Сонымен бірден есеп бастасақ, осы жерде жақшаның ішінде біреу ондық бөлшек, біреу жай бөлшек. 9 жай ондық бөлшекке айланбайды. Сондықтан біз мынау ондық бөлшекті жай бөлшекке айландырамыз. Басқа бізге амал жоқ. 73,10-нан 6. Оны қысқартамыз, 10 мен 6-ны 2-ге, сонда 5-тен 3 болады. Азайту 72,9-дан 5-тің өзін жаздым. Бөлу, осы бөлуді араластан айландырып алайын. 15-тен 94. Қосу 13-тен 7 тұра берсін. Ал осы жақшаның ішіне келсек, екеуі де аралассан болып тұр. Онда біз осы жерден ортақ бөлім беріп кетейік. Мұнда 7-ні, мұнда 3-ті. Ондай болса, ол не болады? 20,21-ден 14, азайту 19,21-ден 9 болады. Екеуі де бөлімдері 21-ге келді деген сөз. Дәл сол сияқты осы жақшаның ішінде бөлімдерін ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Мұнда 9, мұнда 5-ті берем. Сол кезде ол енді азайтуға аламыз. Бірден азайта берейін. 73-тен 72-ні. Себебі міне қараңдар, 3-ке 9-ды көбесек 27, мұнда 25 азайтылады алымы бір-бірінен. Онда бірден бүтіннен бүтінін азайтамыз. 73-тен 72-ні азайсақ, бір бүтін қалады. Ортақ бөлім бізде 45-ке келтірдік. 27-тен 25-ті азайсақ 2 қалады. Ал бөлу деген бізде көбейтуге айланады. Алымы мен бөлімі ауысып түседі. 94-тен 15. Қосу 13-тен 7. Көбейту. Мына жерде де дәл солай бүтіннен бүтінін азайта аламыз. 1 бүтін 21-ден 5 қалады. Тең. Енді аралассан тұрған жерде, мынау аралассан тұрған жерде біз көбейту амалын жүргізе алмаймыз. Сондықтан біз аралассаны бұрыс бөлшекке айландырамыз. 45-тен 47. Білеміз ғой аралассанды. Бүтін бөлігімен бөлімін көбейтіп, алымын қосып береміз. Көбейту 94-тен 15. Қосу 13-тен 7. Көбейту 21-ден 26. Енді көбейту екі жерде бар. Көбейту бар жерде біз қысқарта аламыз. Сонымен қысқарсақ, мұнда 2 қалады, мұнда 3 қалады. Мыналарда 1 қалады, жазбай қойайын. Мұнда 3, мұнда 2 қалады екен. Так, ары қарай енді көбейтуді орындасақ, 6-дан 1 қалады мына жерде. Қосу. Көбейту деген сөз алым мен алым, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Мұнда 3-тен 2. Бірден қоса алмаймыз, тағы да ортақ бөлім береміз. 3 пен 6-ның ең кіші ортақ еселігі 6, сондықтан мұнда 2-ге келтіреміз. Сонымен бөлімі 6 болады, алымы мұнда 1, оған 4-ті қоссақ 5 болады. 6-тан 5 есептің жауабы болады. Не істедік, бір рет соған тоқталайын. Жақшаның ішін орындадық, ондық бөлшекті жай бөлшекке айландырып барып, азайту амалын жүргіземіз, ол үшін ортақ бөлім береміз. Ал көбейту амалына ортақ бөлім беріп барып, азайтып шешімін жаздық. Мұнда да ортақ бөлім беріп барып, ортақ бөлімге келгеннен кейін азайттық. Енді көбейту амалында аралассаннан құтылу керек, бұрыс бөлшекке айландырдық. 2 санды ары қарай көбейту амалы деген сөз жай бөлшекті ол қысқарту жүріледі деген сөз. Егер жүрілмесе, онда сол күйі көбейте береміз. Ары қарай қосуға қайта келдік. Қосу ортақ бөлім берілгенде барып орындалатын амал, білесіңдер. Қарайық, бұл жерде өрнектің мәнін тап деген. Өрнекке қарап тұрсақ, біздің өрнегіміз бір мүшеліктерден құралған көп мүшелік. Көп мүшелік деген сол бір мүшеліктердің қосындысын айтады ғынды. Ал бір мүшелік дегеніміз ол әріптер мен сандардан тұрады. Мынау бір мүше, мынау да бір мүшелік, мынау да бір мүшелік деген сөз. Бізге өрнектің мәнін тап дейді. Яғни А мен Б, С әріптеріне берілген мәнді осы өрнектің орнына қойып, ең соңында шешімін тап деген сөз. Сонымен бұл жерде қарасақ, осы аралассан 4,92 көбейтіліп тұр А-ға. Онда біз осы жерлердің бәрінде көбейту амалын жүргіземіз.
Ал біз білеміз, көбейту амалында аралас санды бұрыс бөлшекке айландыру керек екен. Сондықтан бірден бұрыс бөлшекке айландырам. Бұл 9-дан 38 болады. Өйткені көбейттік. Көбейту А-ның мәні. А бізде 19-дан 3 деп берілген. Қойдым. Қосу. Келесі мынаған келдік. Оны бұрыс бөлшекке айландырсақ 6, 48, 49 болады. Көбейту минус. Өйткені бұның мәні минуспен беріліп тұр. 7-ден 24. Қосу. Мына жерге жазайын. 81-ден 14. Көбейту С. С бізде 1,14-ден 13. Тағы да бұрыс бөлшекке айландырамыз. 27 болады екен. Тең. Енді осы жерде бәрі жай бөлшекке келген соң қысқарту жүреді. Қысқартамыз. Мұнда 3 қалады. Мұнда 2 қалады. 6 мен 24 қысқарады. 4 6 24. Мұнда 7 қалады. Сол сияқты мыналар кетіп 81-дің орнында 3 қалады. Енді алым мен алым, бөлім мен бөлім көбейте аламыз бәрінің. Сөйтіп, мына жерде 3-ке 1-ді көбейтсек 3 болады. Алымында 2. Қосу. Мына жерде тек 428. Бірақ осы жерде мұнда минус бар, сондықтан мына жер минус болады. Минус 28. Арғарай қосу 3-тен 1. Тең. Міне. Осы қосу амалына қарасақ, 3-тен 2 мен 3-тен 1-ді қоса аламыз. Себебі екеуінің бөлімі бірдей, және 3-тен 1-дің алды плюс болып тұр. Сондықтан қосқан кезде екеуін 3-тен 3, яғни 1 шығады деген сөз. 3-тен 3 деген ол 1. Сонда 3-тен 1 азайту 28 қалды. Ол деген сөз минус 27. Келесі есепке қарайық. Бұл 3-ші есеп. Бұл жерде де өрнекті ықшамдап мәнін табу керек. Бұл өрнекте біз ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Себебі мына жерде S-тер бар, және T-лар бар екен. Ұқсас мүше дегеніміз ол егер әрбір бірдей болса болды, ол ұқсас мүше болады. Сонда ұқсас мүшелерді қалай біріктіру керек? Яғни ұқсас мүшенің алдындағы коэффициенттерін қосып азайтамыз амалдарына қарай, Міне. Сонда біз бірінші S-терге қарайық. S-тің алдындағы коэффициент сандары ол бірінші 29, 13-тен 4, 29-тен 13-тен 4. Мен бірден істейінші, өйткені жерде ондық бөлшек пен жай бөлшек тұр екен міне. Онда мынау жай бөлшек ондық бөлшек айландырылмайды. 29,13-тен 4. Жұқтасып атқандар. Қайда. Біз мына есепті қарастырайық. Бұл есепте мәнін өрнекті ықшамда бар қарай мәнін табу керек болады. Мәндер берілген, S пен T-ның мәндер беріліп қойған. Өрнектің мәнін табу керек. Бұл есепте біз міне S пен S бар, T мен T бар. Яғни ұқсас мүшелерді біріктіріп, өрнекті барынша ықшамдап алу керек біз. Одан кейін барып берілген әріптердің мәнін қоятын боламыз. Сонымен біріншісі S-тің коэффициенті ол 29,13-тен 4. Мұнда минус 30,10-нан 5-ті жай бөлшекке айландырып жіберейік, сонда ол 2-ден 1 болады. 10-нан 5, екеуі де 5-ке қысқарып кетеді. Екеуінде де S бар, шығарып қойдым сыртқа. Қосу. Келесі 409,9-дан 1, азайту 407,10-нан 2-ні тағы да айландырайық жай бөлшекке. Ол 5-тен 1 болады. 10 мен 2, 2-ке қысқарып кетеді. Так, T-сы бар екеуінде. Арғарай. Енді жақшалардың ішін орындауға келдік. Әрине жақшаның ішін орындау үшін ортақ бөлім береміз. Мұнда 2, мұнда 13. Бұл жерде таңбалар әртүрлі, үлкеннен кішісін азайтамыз. 13-тен 8 азайтамыз. Азайтылады. Онда арғарай азайтуға болады екен. Келесіне жерге қарайық. Мұнда 5-ті берем, мұнда 9-ды берем. 45-ке келтіріп атырық. 409-дан 407-ні азайтамыз. Бірақ мына жерде 5-тен 9-ды азайтуға тура келді. Яғни алымда минустан шығып қалды. Сол үшін біз осы жерді тағда бір амал кіргізетін боламыз. Қазір оны көреміз. Бірінші мына жақшаға кеттік. Үлкеннің таңбасы минус 30-дан 29-ды жасақ 1 қалады. Мұнда ортақ бөлім 26-ға келтіргенбіз. 13-тен 8-ді азайтып атырық. 5 қалады. Есін әзірге жаза берейін. Қосу.
мына жерге келген кезде осы 409-ды мен кемітем 408-ге. Бір бүтінін ана жақтағы бөлшек бөлімге берем. Сонда бөлім 45 болатын. 1 деген ол 45-тен 45. Оған мына 5-ті қосамыз. Сонда 45-тен 50 болады. Жаңа біреуі кеміп тұр ғой, сол үшін. Азайту 407 бүтін 45-тен 9 қала берсін. Т. Енді осы жерде көбейту амалы, сонда аралассанға бұрыс бөлшекке айландырып алуға тура келеді. 26-дан 31. Көбейту S-тің мәнін әкеп қоям. Оны да бірден жай бөлшекке айландырсақ, 2,6 деген ол 10-нан 26 деп жаза аламыз. Қосу. Енді азайтуға болады. 408-ден 407-ні азайтсақ 1 қалады. 45-тен 50-ден 9 азайтамыз. 41 қалады. Көбейту Т. Т бізде 43-тен 9. Яғни берілген мәндерді әкеп орнына қойдым. S пен Т-ның мәні, міне, екеуі ол есептің басында шартында беріліп кеткен. Ары қарай көбейту амалын орындаймыз. Минус пен минус плюс болып кетеді, оны ескереміз. Және енді көбейту бар жерде қысқарта аламыз. Сонымен 26 мен 26 кетеді, 31 мен 10 қысқармайды екен. Мына жерде тағы да бір рет аралассанды айландырып алуға тура келеді бұрыс бөлшекке. Тең 10-нан 31 жазылады. Қосу 45-тен 90 86. 86 көбейту 43-тен 9. Осы жерді қысқартып жүрейік. Мұнда 5 қалады, 43 орында ештеме қалмайды, мұнда 2 қалады. Қысқарды бәрі. Енді арғай көбейтуді орындасақ жеткілікті. 10-нан 31-ге тиіспедім, алып жүрем. Қосу, мұнда 5-тен үстінде 2. Осы жерде тағы да ортақ бөлім керек, себебі қосу амалы. Мұнда 2-ні берем, сонда бөлімі олардың 10-ға келеді. 10 тұрады. 31-ге 4-ті қоссақ 35 болады. Содан кейін ары қарай ол 3,10-нан 5 деген сөз. Бұл есептің шешімі 3,10-нан 5 екен. Төртінші есеп пайыз тақырыбына берілген есеп. Пайыз тақырыбында санның пайызын табу бөліміне берілген есептен бір мысал алдым. Яғни есептің шартында айтады, Б санның А пайызын табыңыз дейді. Яғни Б саны өрнекпен берілген. Біз оны арға есептеп, ең соңында Б-ның мәнін тауып аламыз. Кейін соның 110 пайызын табу керек болады. Есепте екі түрлі нәрсе істеуге тура келіп тұр. Сонымен Б-ны біз жалғастырып есептейік. 7-ден 4 тұра береді, себебі қосу амалы тұр екен. Ал мына жерде бөлу амалын орындамас бұрын біз аралассанға бұрыс бөлшекке айландырамыз. 73 көбейту 1-ден бөлімі алымына ауысып кетеді. Тоже 73 тең. Енді осы жерде қысқартуға болады. 73 пен 73 кетеді. Басқа сандар қысқармайды екен. Онда қосуға келеміз. 7-ден 4 қосу 7-ден 10. Яғни қосылатын сандар шықты. 7-ден 14. 14-ті 7-ге бөлсек 2. Бұның мәні Б тең 2 болды. Енді оның 110 пайызын табу керек. Онда 2-нің 110 пайыз деген сөз, 2-ні 110 пайызға көбейтеміз деген сөз. Ол деген сөз 2 көбейту пайызды біз санға айландырамыз. 2 орын үтір жылжытамыз, сонда 1,10-нан 1-ге көбейт деген сөз. Сонда 2,10-нан 2 екен. Яғни есептің шартында берілген Б санының 110 пайызы, яғни 2-нің 110 пайызы ол 2,10-нан 2 екен.